Қасым Аманжолов қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, халқымыздың дарынды ақыны, ұлттық әдебиетіміздің заңғар аспандағы жарық жұлдызы, мәңгі сөнбес шамшырағы. Өмірден ерте кеткенімен ол болашақ ұрпаққа мол мұра қалдырды. Бейбіт өмірді, қан майданды, туған жер мен ата-ананы, достық пен махаббатты, көңіл-күй мен табиғатты биік парасаттылықпен, шынайы сезіммен, зор тебіреніспен жырлады. Қасым Аманжоловтың ақын азамат болып қалыптасуына Орал қаласы үлкен әсер етті. Осы қалада ол ең алғаш махаббат, жастық жырларын жазды. 1935 жылы әскер қызметінен босасымен Қасым Оралдың театр группасын ұйымдастырып, өзі көркем басқарушысы болады. Бұл группа тез өсіп, аз уақыт ішінде театр болып құрылды. Мұндағы ақынның еңбегі өте зор еді. Осы кездері Қасым Аманжоловтың ақындық, әншілік, артистік таланты жұртшылыққа танылды. 1936 жылы, 1941 жылдары Қасым Аманжолов Алматыға барып, социалистік Қазақстан, Лениншіл жас газеттерінде, жазушылар одағында қызмет істеді. Бұл кездері ол өлеңмен қатар әртүрлі тақырыпқа мақала, очерк жазды. Өмірден ерте кеткенімен қасымда мәңгі жасайтын асыл жырлары қалды. Сол жырлары ақын өмірін өлтірмеді. Бұл күнде халықтың сүйікті ақыны Қасым Аманжоловтың жарқын бейнесі ел жүрегінде. Оның шығармалары орыс және басқа да халықтардың тілдеріне аударылған. Қасым Аманжоловтың қалыптасқан қағидаларды жеңу, өлең саласындағы батыл тәжірибе, ол қазақ поэзиясына 10 буындық өлең жолын енгізді. Ақынның өлеңдері мен поэмалары қазақ әдебиеті бойынша мектеп оқулықтарына енгізілді. Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына орай кітапханамыздың жеке қызмет көрсету бөлімі ұйымдастырған «Қыран қанатты ақын» атты онлайн іс-шарамызды ұсынамыз. Домбырамда бір күй бар тартылмаған, көңілімде бір сыры бар айтылмаған. Күйімді де сырымды сыйлар едім, сүйген жар болса жарқылдаған. Шабыт таппай жас сұңқар саңқылдар ма, нұр шаумай ағылмас жарқылдар ма. Сол секілді менің де көңілімнің нұр сәулесі шабытты, сүйген жарда. Өмір өлке болғанда мен бір айдын, алтын нұры төгілген күн мен айдын. Аққудайын айдынға қонар күні болар мекен туғатқан қалқан айдын. Сонда күй пернесін басар едім, сақтап келген сырымды ашар едім.